Армысыздар, қымбатты көрермендер, біз подкастымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз полиция қызметін жаңа бағытқа өзгертуді. Осы тақырыпқа байланысты бізге келген студиямыздың қонақтары бар. Рұқсат болса таныстырып өтейін. Әлекешев Шыңғыс Самангелдіұлы, кадр саясаты департаменті бастығының орынбасары, және Боранова Ақтоты Сермаханқызы, әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспектор. Неге ерекше? Айналысатын жұмысым ерекше. Басқалар ерекше емес пе сонда? Ерекше маңызды тапсырмаларды орындайтын қызметкерлер ғой. Ондай да бола ма? Айналысатын қызметім ерекше деп тұрғаным сол ғой. Қиындық деңгейі жоғары, жауапкершілік деңгейі жоғары тапсырмалармен. Жақсы, түсінікті. Бүгінгі біздің тақырыбымыз полиция қызметін жаңа бағытқа өзгерту, яғни трансформация. Кеше біз сервистік модель туралы сөйлескен болатынбыз. Мына енді полиция қызметі жаңа бағытқа өзгерту, трансформация екеуі бір құсас сияқты бірдей емес болады. Ара жігітін бір ажыратып алайықшы біз. Негізінде былай бірінші айтып бастап кетейін. Дүние жүзінде былай бір нақты осы идеал, міне осындай сервистік модельді қолдану керек деген жоқ. Әр мемлекеттің өзінің ерекшелігі бар. Соған сәйкес әркім өзінің халықаралық деңгейді зерттейді, практиканы, тәжірибені зерттейді, содан өзіне қолайлы келетін сервистік модельді құрастырады. Енді біз осы қанша сарапшыларды тарттық, халықаралық деңгейдегі халықаралық тәжірибені зерттедік, өзіміздің тарихымызды зерттедік. Соған енді сүйене келе өзіміздің уникалды деуге болады сервистік модельдіге аз көшіп жатырмыз. Бұл жерде ең басты элемент, мысалы, үш элементті атап өте аламын. Ол бірінші элементі, мысалы, сервистік модель деген ол сапалы полицияның қызметін көрсету. Оның енді түп тамырына кіретін болсақ, сапалы қызмет көрсетудің астарында не жатыр? Оның астарында сервис деген сөз, сапа деген сөзбен егіз келеді. Ол екеуі ажыратылмайды. Ол сервис деген жерде сапа болу керек. Сапалы қызмет. Енді сапаны қамтамасыз ету үшін не істеуіміз керек? Сапаны қамтамасыз ету үшін мына біздің мысалы ішкі істер органдарындағы кез келген процесс болма, процесс, сервис, қызмет барлығы стандартталу керек. Нақты стандарт болу керек. Мысалы, ғимарат, қарапайым сөзбен айтатын болса, ғимаратқа келетін болса, стандарт болу керек. Ол қанша шаршы метр болу керек, оның ішінде қанша жұмыс адам істеу керек, оның ішінде қандай құралдар көзделу керек. Есігінің терезесінің өлшемі қандай болу керек. Мысалы, нақты стандарт болу керек. Қызметкерге келетін болсақ, ол мынандай жағдайда қалай іс-әрекет жасау керек, мына жағдайда қалай іс-әрекет жасау керек. Соның нақты стандарттары болу керек. Мысалы, осы жерде бағанада осы подкасттың алдында бағана Ақтоты екеуміз сөйлесіп отырып бір әзілді еске түсіріп жатырмын да. Мысалы деймін, екі қызметкер алайық да. Мысалы, екі қызметкер, біреу Шыңғыс, мысалы, біреу Қуат. Басшысы Шыңғысқа аз айлық төлейді дейді. Қуатқа көбірек айлық төлейді деген. Сөйтіп енді Шыңғыс келеді ғой, Басеке, неғып маған аз айлық төлеп отырсың? Мына Қуатқа көп айлық төлейсің. Бірдей лауазымдамыз, міндетіміз бірдей, айналысатын шаруамыздың бәрі бірдей. Сосын ана Басеке отырады да айтады дейді. Жарайды, мақұл деп Шыңғысты бергеш деп айтады дейді. Терезеден қарап отырса, бір арба шөп кетіп бара жатыр дейді, сатып жатыр екен. Біліп бағасы қанша дейді, мына бір пресс шөптің дейді. Жүгіп барып біліп келіпті да, келеді да, 1000 теңге деп жатыр бір пресс шөп дейді. Сосын мақұл, онда жеңілдігі бар ма жоқ па дейді. Онда қазір жүгіріп тағы да біліп келеді дейді, жеңілдігі мынанша деп. Қай орынның шөбі, бірінші орын ба, екінші орын ба деп айтады дейді. Оппа деп тағы да барып сұрап келеді дейді да. Сосын енді Қуат шақырады ғой. Қуат ана жерде арба кетіп бара жатыр, шөпті біліп берші қанша екенін десе, кетіпті, бір кетті 15 минутке жоқ болып кетеді дейді. Сөйтіп келіпті да. Базеке біліп келдім. Әр пресс 1000 теңгеден екен, жеңілдің бар ма жоқ па деп едім. Мен жарайды 50 теңге түсейін, 950 теңге берем деп айтты дейді. Қай орындікі деп едім дейді. Бірінші орын деді. Бірінші орын болса ол қорап кеткен шоқ қой, 950 қымбат деп айтып едім. Жарайды мақұл, 800-ге ала қойшы деп айтты дейді. Сосын 800-ге алатын түсетін болса, оның бәрін алатын шығарсыз деп ойладым да, барып қораны тазалап, орын дайындап қойдым. Қазір тапсырма берсеңіз, бұл жерге түсіре берем деп айтты да. Міне көрдің ба деп. Тапсырманы орындау деңгейі. Әрбір қызметкердің. Енді от мысалы деңгейді. Енді мысалы сапа, мысалы біз бағана айтып отқан бір қызметкер артығымен істейді, сапалы істейді. Бір қызметкер сапасыз істейді. Бір қызметкер барынша шамасы келгенше істейді. Енді бізде мысалы 3 қызметкер, мысалы 3 микрорайонға бекітілген болса, мына микрорайонның азаматтары, қызмет алушылар
мына қызмет алушылардан қандай кемшілігі бар, ол да мынандай сапалы қызмет алу керек, дұрыс па, мына қызмет алып жатқан сияқты. Сондықтан ол біз адами факторға тәуелді болмауымыз керек. Барлығы келген кезде жаңа қызметкер ма, тәжірибесі бар қызметкер ма, басқа бағыттан ауысып кеткен қызметкер ма, бәрі бірдей сапалы қызмет көрсету керек. Бірдей сапа болу үшін әрқайсысының қызметі нақты стандартты алу керек. Міне былай істейсің, мынандай жағдайда былай істейсің, мынандай жағдайда былай істеу керек, былай қызмет, былай әрекет. Сол міне бірінші принцип. Бірінші талап, мысалы бағана сапалы қызмет көрсету. Екінші сервистің моделінде екінші элемент ол проблемно ориентированность дейді орысша, проблемаға бағытталған қызмет. Проблема бағытталған қызмет деген, мысалы бағанағы біз күнделікті қызмет көрсетіп жүреміз, күнделікті шағымдар түсіп жатады, күнделікті бір инцидент болып жатады, күнделікті бір жағдайлар болып жатады, соның барлығын талдап, күнде қайталанатын, или жыл сайын, ай сайын мысалы қайталанып тұратын проблеманы анықтаймыз. Халықтың көкейтесті проблемасы қандай, қайталанып жатыр, қайта шешілмей жатыр, тек салдармен күресіп жатыр оның мысалы. Сол проблеманы аламыз, оны сканерлейміз, себебін анықтаймыз, талдаймыз, шара қолданамыз, қолданылған шараның, қабылданған шараның тиімділігін кейін бағалаймыз. Міне осы проблемаға бағытталған. Үшінші элемент ол әрине серіктестік. Серіктестік дегеніміз, мына біз мысалы көп проблема көп, қылмыстың деңгейіне мысалы ықпал ететін тек полиция емес, қоғам болып қоғам бір жұмыла көтерген жүкжең дейсің. Мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар, орталық органдар барлығы бірігіп жұдырықтай болса, сол кезде ғана проблеманы шешеміз деген. Осы міне сервистік моделдің астарында жатқан. Бізде енді сапалы қызметті талап ету үшін ең бастысы мен қысқаша айтып кетейін, біздің қызметкерлердің жағдайы болу керек. Мәселен ретінде айтып кетейінші, сіз мысал үшін жұмыс жасайсыз, бірақ сіз күнделікті 12 сағат жұмыс жасайсыз. Және де одан кейін демалыс күніңізде сізге полиция қызметкері туралы айтып отырсыз ба? Иә. Мен сізді қызметкер есебінде алып жатырмын. Сіз өзіңізді полиция қызметкері есебінде есептеңіз. Сіз 12 сағат жұмыс істейсіз, 8 сағат емес 12 сағат сіз, өйткені ішкі істер органдарының қызметі еңбек кодексімен қатар жүреді. Бізде өзі сондай сала болғаннан кейін уақытпен санаспай кез келген уақытта жұмыста болуымыз керек. Дегенмен де адами фактор болғаннан кейін сіз үнемі сізді жаңағыдай жұмыспен төпей берген кезде сіз қалай сізге келген қызмет алуға келген адамға күліп қарайсыз. Айтыңызшы, мен сізге көмектескім келіп тұр деп айтасыз, өйткені өзіңіздің мазаңыз болмай тұр. Үйге барсаңыз әйеліңіз ақша сұрайды, мысалы үшін балаңыз маған көңіл бөл деп сұрайды. Мәселен келгенде ұйқы ол бар, қаражат мысалы ол жетпейді. Яғни сізден жақсы нәтижені талап ету үшін сіздің жағдайыңыз әлеуметтік жағынан, тек әлеуметтік жағынан емес, жан жағынан сіздің жағдайыңыз жақсы болу керек. Яғни осы трансформацияның басты мақсаты сізден қызметті талап етпес бұрын сізге жағдайды жасау. Яғни осы ішкі істер органдарындағы біраз қызметті автоматтандыру. Біз оны неден бастадық? Дебюрократизация дейміз ғой, біздің президенттің айтқан сөзі. Яғни қағазбастылықтан арылтыру. Қарапайым учаскелік инспекторлерді алсақ, немесе жаңағыдай басқа саладағы медицина қызметінде алып қарауға болады. Бұл жерде қағазбастылықтың қатты болып кеткені кез келген жерде бар. Сізге көңіл бөлудің орнына ол компьютердің алдында отырып қағаз толтырып отырады. Соны біз автоматтандырдық, цифрландырдық. Бағана айтып отырық қой, сапалы қызмет көрсету керек қой, дұрыс па? Полицияның қызметкері, оның мысалы стандарттаған кезде мысалы қызмет болсын, процесс болсын, объект болсын, бәрін стандарттаудың негізін қалаушы 5 принцип бар. 5 принцип. Ол біріншісі, 5 принциптің біріншісі ол заңдылық. Кез келген әрекетің, кез келген қызмет, кез келген процесс заңды болу керек. Оны түсінікті. Заңды деген не екенін ол түсінікті. Екіншісі толыққанды болу керек. Толыққанды деген не ол? Ол мысалы кез келген қызмет көрсету барысында халыққа, азаматқа формалды көзқарас болмау керек та. Мысалы, менің құзыретіме кірмейді ол. Мысалы, жалпақ тілмен айтатын болсақ, бейжай қарау ма? Мысалы, сіз тергеуші, сізге келді де, біреу азамат келіп, сіздің полицияда формаңызды көрді, мысалы, тергеушіге келіп айтып отыр, мен ане жерде дейді, бір бұзақылықтың куәгері болдым қазір ғана, тез жылдан бару керек деп. Ол жерде тергеуші, айналайын, бұл менің құзыретіме кірмейді. Мен жұмысты кетіп бара жатырмын. Ане участковый тұр, ане жерде, или ане модульный пост тұр, соған бара ғой, немесе 102-ге звондай ғой деп, айтпау керек. Вот қолына стата қою керек деп жүру керек дейсіз ғой. Ол мына
неғылды ма, толыққанды. Егер өзінің құзыретіне кірмей ма, құзыретіне кіретін қызметкерге сол сұранысты өтініште жеткізіп, соны байланыстыратын сондай мысал болу керек та полиция. Былайша айтқанда 24-те 7 сағат жұмыс істеу керек дейсіз ғой. Полицей деген, ол тек қана қызметте полицей емес. Ол жұмыстан тыс уақытта да полицей. Бізде әдеп кодексында қуат нақты жазылған. Біз әдеп кодексын тек қана жұмыста ғана сақтап, жұмыстан кейін айтады ғой, түске дейін имам, түстен кейін Иван деп ше. Ондай болмауымыз керек біз. Біз полиция ма, біздің басты миссиямыз бар. Универсалды. Миссиямыз біздің. Ант бергенде анттайын. Вот ант бердік біз, миссиямыз бар. Азаматтың құқығын, бостандығын, денсаулығын қорғау үшін барлық шараны қолдануымыз керек. Сол толыққанды қызмет көрсету керек. Үшіншісі, уақытылы қызмет көрсетілу керек. Түсінікті, қоңырау шалынды ма, дереу уақытылы сол қоңырау шалған жерге бару керек. Жағдай болған жерге дереу бару керек. Уақытылы. Мысалы, қызмет паспорт бергеннің өзі, мысалы бізде ғой, паспорт бәрі уақытылы болу керек. Ол түсінікті. Төртінші критерий сыпайы болу керек. Сыпайы, әдепті болу керек. Бесінші принцип ол ақпарат. Орысша информированность дейді, қазақша ақпараттандырылған болу керек. Мысалы, ақпараттандырылған деген не ол? Қызметкер деген тек қана заңды жаттап алып емес. Мысалы, сіз білім аясын кеңейте білу. Шомылмау керек жерде. Мен келемін да сізге айтамын. Так, қуат шомылуға болмайды ана жерде. Заңның осындай бабы бойынша. Бабы бойынша шомылуға болмайды. Сен мысалы бір сұрақ менен келіп, әділетті сұрақ сұрайсың. А неге болмайды ол шомылуға? Сол кезде мен, ол неге болмайтынын білмеймін, заңда жазылған, ол болмайды. Баяғыда әжем айтқан болмайды деп айтпайсың. Болмайды деп айтпауым керек. Догмалық не болмауын. Мен түсіндіруім керек. Міне ол болмайды. Өйткені былай. Мына жерде мынандай қауіп бар. Бірақ сіз шомылғыңыз келіп жатса, сәл ары жүрсеңіз, міне 500 метр жерде или 300 метр жерде шомылатын арнайы зона бар. Сол жерге шомылыңыз. Құтқарушылар бар деген сияқты. Жан-жақтан мен ақпараттандырылған болуым керекпін. Істеп жатқан жұмысым қаншалықты стратегиялық миссия, индикатормен бір-біріне байланысы бар. Соны түсіне білуім керекпін. Бәрін мына кез келген тиімнің себебін білуім керекпін, барлығын түсіндіруім керекпін. Енді сол, мысалы, осы 5 принциптің полный біздің қызметкерлер трансформацияланып, осы 5 принципке сәйкес болу керек қой, бір сөзбен айтқанда. Ол үшін, ол бана сыпайы болу үшін, бана Ақтут айтып кеткендей, қолайлы жағдай жасау керек. Қолайлы жағдай жасаудың қаз шарасын біз енді іске асырып жатырмыз. Жәлеулі, бана жалақ көтеріп жатырмыз. Қазатақ, мысалы, мемлекет басшымыздың қолдауымен, үкіметтің қолдауымен қазір заңға көптеген өзгерістер енгізілді. Әлеуметтік қорғалу деңгейіміз біздің қазір күшейіп жатыр. Мысалы, қызмет бабында қаза тапқан, жарақаттанған қызметкерлеріміздің отбасы мүшелеріне арнайы төлемақылар төлене басталды. Мысалы, полиция қызметкерлерінің балаларына балабақшада кезектен тыс орналастыру құқығы беріп, мүмкіндік берілді. 25 жылдан бастап, мысалы, айлық индексацияланатын болады, мысалы, инфляцияға сәйкес, мысалы, одан бөлек, енді біз талап етеміз. Құқықтық қорғалуымызда күшейіп жатыр. Өткен жолы былтыр полицияның 30 жылдығы болды. Полиция күніне орай бізге президент келді. И осы жылда біздің алқа жаңашылымызына президент келіп қатысты. Екеуінде де тапсырып жатқаны осы сервистік модельді жалғастыру керек, клиентке бағытталған болу керек қызметтерің. И сол жерде айтып кеткені, полиция өз қызметін адал орындап жатқан полицияның құқығы қорғалу керек. Мысалы, қазір өзіңде байқап жатқан шығарсың ғой, әлеуметтік желілерде көбейіп кетті. Полиция қызметкерлеріне шабуыл жасайды, полиция қызметкерлерінің заңды талабын тыңдамайды, ерегеседі, мысалы да. Вот сол мәселе бойынша қазір мына полицияның заң талабын тыңдамаса, бағынбаса, қарсылық көрсетсе, қол жұмсаса, әкімшілік жауаптылық пен қылмыстық жауаптылық қазір күшейді. Мысалы, қылмыстық онда жаза бар дейсіз ғой. Жаза күшейді. 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуға дейін көзделіп отыр, мысалы. Сіздің сөзіңіздің несін айтып кетейін, айтып отырсыз ғой, сонда полиция қызметкері 24 сағат қызметте болу керек па деп таңғалып отырсыз. Бұған дейін де полиция қызметкерлері 24 сағат жұмыста болатын. Бірақ әлеуметтік желінің құдірет күшінің арқасында қазір осы кезде көріп отырсаңыздар, полиция қызметкерлерінің қызметте жүрмесе де жасап жатқан ерліктерін кез келген адам түсіріп, әлеуметтік желіге салып жіберіп жатыр. Үлгі болатындай дейсіз ғой. Сол жерде де жаңағы айтып отқан біздің Амангелдіұлының айтып отқаны, біз полиция қызметкерлерінің жағдайын жасай отырып, олардан талапты да күшейтеміз. Яғни ол жерде егер біз ойлаймыз, мысалы үшін жаңа осы жасалып жатқан трансформацияның арқасында жұмыс полиция қызметіне тұру сұранысы 1,5 есеге,
1,5 есеге артты. Жұмыстан себептен себепсіз шығып кету азайды. Қазір мысалы үшін жағдай жақсарғанның нәтижесі деп ойлаймын. Сондықтан да бірақ жұмысты жағдай орыс айтады ғой, кнут и пряник. Былайынша айтқанда жұмысты жағдайды жасағаннан кейін талапта сәйкесінше, яғни қызметкерден берілетін отдача солай болу керек. Өзіне берілетін. Яғни ол қызметкер өзіне жауапкершілікті көтеріп, өзінің біліктілігін әрдайым артып, жұмысын адал атқару керек. Біздің тараптан интегрити чек осы саланы ретке келтіреді. Интегрити чек, мысалы, айтып атқан дұрыс жағдай жасап жатырық, енді сұранысты да қатаңдатып жатырмыз, енді дұрыс қой, енді жағдай жасағаннан кейін. Жаңағыдай болып кетеді. Қазір сол сұранысты қатаңдатудың бір несі, механизмі қазір біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесіп меморандумға қол қойды біздің министр төрағасымен. Мынау енді өзіміздің қатарымыздағы сыбайлас жемқорлық деңгейін азайту. Сол жерде мысалы қазір пилоттық жоба ретінде қазір жүргізіп жатырмыз. Мысалы Астанада жүргіздік. Интегрити чек деген ол парасаттылыққа тексеріс. Парасаттылыққа тексеріс мысалы Қуат түсінген жоқ, толығырақ айтып беріңіз. Айтып берейін. Мысалы біздің патрульдік полицейлер жол қауіпсіздігін қамтамасыз етіп жүреді ғой. Сол кезде келіп біреу азамат нарушать ету мүмкін, ережесін бұзғаннан кейін келіп тоқтатады. Сол кезде оған пара ұсынуы мүмкін. Немесе пара ұсыну міндетті емес, полицей дөрекі сөйлеуі мүмкін. Соны ол отырған адам, ана азамат, арнайы соған жіберілген тексеріс. Біздің мысалы ішкі қауіпсіздік департаменті бар, соның ұйымдастырған арнайы тексеріс болады. Егер ол тексерістен ол өтпей қалса, онда қазір біз бүйтіп жатырмыз. Өтпей қалғандарды арнайы солар бойынша тізім құраймыз. Ол тізімді әрқайсының жеке ісіне тігеміз, оны айтамыз, мына интегрити чектен өтпей қалған қызметкер. Сондықтан бұны оны жұмыста өсіру мәселесі, премия беру мәселесі, басқаша көтермелеу мәселесін қараған кезде бұның кандидатурасын сол мәселеге назар аударыңдар деп личный делосына тігіп қоямыз, өтпей қалғандарды. Егер дұрыс өтіп, парасын алмай, сыпайы сөйлеп, дұрыс қызмет жасаса, ол оның тексеруші келіп оны тексергенін білмейді қалады. Оны айтпаймыз. Соның арқасында мысалы да тарихта бірінші рет болып отыр, енді айтайын. Мына пара берді маған деп, біз енді әдеп кодексінде нақты жазылған. Егер біреу пара беру несі болса, фактісі болса, егер талпынып жатса пара беруге, дереу бұл туралы басшылыққа хабарлау керек. Басшылыққа хабарламаса, ол да әдеп кодексінің құқық бұзушылығы болып табылады. Ол үндемей қалса, даже мысалы параны алмай, просто үндемей ешкімге айтпай қалды ма, оның өзі де құқық бұзушылық болып табылады. Соны біле тұра, біз айттық қой, міне, айналайын, жеке құрамға айналайындар, жағдайларын жасадық, енді былай қатаңды сұраста қатаңдайды, енді біз интегритет жіберіп жатырмыз сендерге, абай болыңдар деп ескерттік. Одан кейін сол жүргізіп бастадық. Қазіргі уақытта 7 есе өсіп отыр басшылыққа хабарлаған баянат туралы, мына маған пара ұсынды деген туралы баянаттардың саны 7 есеге өсіп отыр. 7 есеге. Оның ішінде енді ол пара кейбіреулері біздің тексергендер, кейбіреулері біздің тексермес, кәдімгі азаматтар шынайы пара ұсынғандар да бар арасында. Ол қайдан біледі, ол шынайы азамат шынымен ұсынып отыр ма, или біздің арнайы жіберген тексерушіміз ба, оны білмейді. Сондықтан ол бәрін хабарлай береді. Енді біз оны өзіміз білеміз ғой, мұның қарасында кім қайсы тексермей, кәдімгі шынайы пара ұсынған азаматтарға қатысты кәдімгі пара беру фактісі туралы қылмыстық істер қозғалды қазір. 40-тан астам қылмыстық. Жақсы, біз тақырыбымызға оралайық. Трансформация бұл жалпы идея қайдан пайда болды? Кезінде мынау пандемияның кезінде ме, әлде мынау жаңағы өзіміз президентіміз сіздерге осындай тапсырма берді ме? 30 жылдан бері дамып келе жатырық, енді тәуелсіздік алдық. Әр заманның өзінің талабы бар. Мысалы, алатын болсақ 90-шы жылдары ұйымдасқан қылмыс, бандиттер, рекетерлер көп солардың заманы болды ғой. Ол кезде әдіс басқаша болу керек болды. Әдіс қатаң болу керек болды, жестко болу керек болды да. Оларды қамау керек болды, әдіс басқаша болды. Енді Құдайға шүкір, қазір біз 30 жылдан бері құқықтық мемлекетпіз,
мынау мысалы қазір түн ішінде жайбарақат көшелерде еркін жүре аламыз мысалы да. Енді талап өзгерді. Талап енді қылмыспен былай агрессивно күресудің қажеті жоқ. Қазір алдын алу. Қазір алдын алады. Көп нәрсе профилактика, оны болдырмаудың мәселесі. Енді болдырмай, мысалы қазір криминогендік жағдай қазір түсіп жатыр, жыл сайын қылмыстың деңгейі түсіп жатыр. Енді талап басқа. Талап қазір енді полиция сыпайы болу керек. Полиция сервиске бағытталған болу керек, клиентке бағытталған болу керек мысалы да. Соның талабы енді өзгеріп келіп, енді соны ескере келе мемлекет басшысы бізге тапсырма беріп отыр. Полицияны өзгеретін тәсілдері өзгеру керек, өздері де өзгеру керек. Сондықтан енді сервистік моделге көшіңдер. Қазір заман басқа деп сонда тапсырма беріліп отыр. Енді сол тапсырманың аясында қазір сол жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Кез келген салада өзі жаңағыдай заман талабына сай өзгереді. Әр заманның өзінің талабы бар ғой. Әрбір заман талабына сай өзгереді. Яғни есімізде кезінде өзіңіздің айтып отқандай 90-2000 жылдарда басқаша болатын. Жаңа агрессиямен жауап, сен деп жауап беріп, әдепсіздік көрсетіп, бірақ енді жалпы қазір енді Астана қаласында басқа қалаларда қалай болып жатқанын білмеймін. Кәдімгідей сыпайы, әдепті, албаты жолда тоқтатпай, сондай дүниелерді мысалы көріп жүрміз. Ең басты мақсат халықтың полиция менің қорғаным деген нәтижеге жету. Одан қорықпау дейсіз ғой. Жоқ, бана дұрыс айтасың. Қазір мысалы баяғыдай бас салып тоқтата бермейді. Алба тоқтатпайды. Оны мысалы біз тыйым салдырдық қой мысалы МВД. Тоқтатса да себебін айтады. Себепсізден себепсіз тоқтатуды доғару керек. Азаматтардың заң жүзінде жүріс кетіп бара жатқан азаматтың неге мазасын аласың? Мазасын алмау керек. Енді оны біз бір жағынан сондайды талап тыйым салып қойдық та, орнына ешқандай құрал бермедік полицейлердің мысалы да. Енді мысалы кейбіреулер оны қолданып, мені тоқтатпайды деп бұзақылықтар көбейді жолда мысалы, дөрекі бұзатындар көбейді. Ішімдік ішу. Ішімдік ішіп алып жүретіндер. Жоқ, ішімдік ішкендерде ондай 60-пен жүріп, жол ережесін бұзбай дейге жетіп алуы мүмкін ғой. Жол ережесін бұзбай, ішімдік ішіп алып, жол ережесін бұзбай жүретіндер енді некен саясыз. Енді соның орнына қазір не істеп жатырмыз біз? Не істеп жатырмыз? Жасанды интеллект. Қазір цифровизация. Біз жаппай барлық саламыз бойынша цифровизацияны қазір белсенді енгізіп жатырмыз. Мысалы соның мысал айтып кетейін, бана айтып жатсың ғой, ешкім тоқтатпайды деп, соған есіме түсіп кеткені, қазір қорғау деген бізде бақылау жүйесі бар. Қорғау деген оның несі? Платформа ма, не нәрсе? Қорғау деген ақпараттық жүйе. Оның ерекшелігі неде? Қазір біз мысалы Астанада толықтай сергек камералары жетеді, көше камералары жетеді. Тұрғын үйлердің қасында камералар жетеді, қойылып тастады бәр жерге. Келісе алмайсыз онымен. Ол камерамен келісе алмайсың, дұрыс па? Жалпы цифровизация деген сол ғой. Ол бір бөлек. Камераларды қойдық, бәрін мынау соқыр зоналардың бәрін жаптық мысалы да. Енді арасында мысалы қорғау ақпараттық жүйесінің ерекшелігі сол камералардағы ақпараттарды, деректерді өзі талдайды, зерттейді. Соның ішінде мысалы біреу жалған номер тағып алған болса, болмаса бірнеше рет бағдаршамның қызыл сигналына өтіп кетіп жатса, бірнеше көше бойы басып келе жатса, соны дереу алады да хабарды. Соның маңайында, құқық бұзушының маңайында келе жатқан нарядтың, полицейдің планшеті бар, планшетіне ақпарат жібереді. Міне, сенің мынандай 100 метр қасыңда осындай кетіп баратыр. Уже 2 рет, 3 рет қызыл неден өтті, дереу тоқтатыңдар деп. Оны дереу барады да, анау камерадан көреді да, дереу барып соны тоқтатады. Болмаса жалған номермен келе жатыр. Міне, жалған номермен келе жатыр. Мынау тоқтатыңдар, тезірек дейді. Ал жалған номерді қаяқтан біледі? Мына базада бізде барлығы бар ғой, әр машинаның өзінің маркасы, түсі, бәрі. Сонымен өзі сәйкестендіреді. Номер сәйкес келмей қалды ма, дереу хабар береді. Соны тез барады да, наряд дереу шара қабылдайды. Ең бастысы бұл жерде болады. Біз ауыр салдарға жеткізбей тез әрекет етіп жатырмыз да. Мысалы 2-3 қызыл басып келе жатыр ма, түбінде қазір біреуді қағып кетеді. 2-3 рет жылдамдық басып келе жатыр ма, түбінде біреуді қағып кетеді. Соған жеткізбей тез қорғау жасанды интеллект өзі хабарын береді. Қылмыстың алдын алу, жалған нөмір тағып ол қылмыс жасауы мүмкін. Жалған нөмір тағып алып ол
ұрлық жасауы мүмкін, біреуді қақып кетіп қашып кетіп нөмірін шешіп тастауы мүмкін. Яғни осындай жағдайлардың алдын алу үшін жаңа қорғау қосымшасының көмегімен дереу ден қою шаралары іске асырылады. Яғни жайбарақат кетіп бара жатырмын, мен өтірік нөмір тағып алдым, мен түсіре берсін камералар. Мысалы үшін, олар білмейді маған қай жерге келеді оның несі хабарламасы. Штрафын мен төлемеймін, жүре беремін деген ой қазір болмайды. Әуежайға асығып бара жатырмын деп нөмірін алып тастап жүретіндер де бар деп естігенмін мен. Сондай жағдайлардың алдын алу үшін жаңағыдай шаралары сонымен қолданып жатыр. Ол тек бір мысал ғана айтып отырғаным да. Ондай қазір мысалдар көп айта берсек. Тіпті біз қазір ол мысалы халыққа қызмет көрсететін процестерді цифровизациялап жатырмыз, Енді біз ішкі процестерді цифровизациялап жатырмыз. Мысалы кадр процесін алатын болсақ, кадр процесін толыққанды қазір бүкіл жеке құрамның мынау жеке істерін барлығын цифрландырдық. Мынау статистикалық көрсеткіштердің бәрін цифрландырдық. Жоқ, цифровизация деген жақсы ғой. Цифровизация, автоматизация, соны бәрі роботқа айналады деген сияқты. Ол жалпы ертеңгі уақытта қызметкерлердің саны азайып кетпей ме? Бәрі камера бар. Оның не қажеті ме? Осыны айтып келгенім өтірік сізге. Жолда жүрудің не қажеті? Бәрін цифрландырғаннан кейін қызметкерлер не істейді деген. Жоқ, қайта сол жұмысты цифрландырғанның нәтижесінде адамға көңіл бөлу уақыты көбейеді. Дұрыс. Адамның шығармашылықпен айналысуға уақыты көбейеді. Яғни өзінің осы бағыттағы арналған жұмысын ары қарай дамыту, ғылыми тұрғыдан дамыту, немесе жақсарту одан сайын сондайға бағытталатын уақыты көбейтеді. Ол өзінің сол үшін негізгі жұмысы полицияның қылмысты алдын алу. Енді ол қағазбастылықпен, отчет тапсырумен, көрсеткіштерді қол жеткізумен отырса, ол ең басты міндеті алдын алумен айналысуға уақыты жоқ. Біз цифровизацияны ендіріп, оның назарын осы айналайын сенің басты мағынаның міне осымен айналыс деп соған мүмкіндік болады. Яғни берілген хабарлама, түскен хабарламаға дереу ден қою. Бұл жерде мысал үшін. Сосын нарядтардың қалада 24-те 7 сағатта нарядтардың қызмет атқаруы. Яғни халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында атқарылып жатқан шаралардың нәтижесі. Нәтижесі осы. Яғни полиция қызметкерлері толыққанды жан-жағы 4 құбыласы түгел дейміз ғой, былайша айтқанда 4 құбыласы түгел тек осы өзінің қызметі тікелей. Адаммен араласу, сөйлесу, жаңағы өзінің учаскесіне белгіленген участокты аралау, қарау, анализ жасау, түйін шығару, немесе бір жаңашылдық ұсыну, немесе күнделікті бір көріп тұрған проблемасының зерттеп, анализ жасап, сол жердегі шешімін себептерін емес, салдарымен емес, себептерімен күресу. Соған уақыт бөледі. Жұмыстан бөлек жалпы полиция қызметкерлері шығармашылықтармен айналыса ма? Әрине. Көп бізде, өте көп. Өлең айтатындар көп, билейтіндер де көп, жазатындар көп, бір түрлі әншілер, ақындар, спортсмендер де көп бізде, өте көп. Қазір не өтеді ғой, әр мейрам. Парасатты полицей шарасы бар. Мерекелер өтеді ғой, мысалы. Бүгін, мысалы, ертең Конституция күні. Бүгін, мысалы, біз сол Конституция күніне орай не өткіздік, іс-шара өткіздік өзімізде. Оның барлығы өзіміздің қызметкерлеріміздің күшімен өткізді. Өлеңді айтады, кез келген кәсіби әншілерінен жақсы айтады. Инструменттерде ойнайды. Енді қазір әлеуметтік желінің соншалықты дамып кеткені, біреудің бір олқылық істеп қойғаны бүкіл полиция сондай деп шығаратын бір құмалақ, бір қармай деген сияқты сондай теріс әсері бар да әлеуметтік желінің. Бізде өте көп қызметкерлер адал жұмысын істейтін, кәсіби, өз жұмысының майталманы, тек қана жұмыстан емес, бағанағы шығармашылық жақтан да таланты барлар өте көп. Мысалы, тәуелсіздік жылынан бері осы адал өзінің қызмет етемін деп қызмет бабында жүріп, жеген асын жерге тастап жұмысқа ұмтылатын жігіттер, мысалы, қанша адамның өмірін сақтап қалам деп өзінің өмірін бәйгеге тігіп, қанша адам қайтыс болып жатыр, қанша қызметкерлеріміз қайтыс болып жатыр. Тәуелсіздік жылдан бері 1000-ға жуық біздің 800-ден астам қызметкеріміз қайтыс болды, мысалы. 5000-нан астам қызметкеріміз жарақат алып, жарамсыз қызметке жарамсыз болып қалып жатыр, инвалид болып қалып жатыр. Қанша біздің мысалы қызметкерлеріміз. Соның барлығы көп қой ондай біздің қызметкерлер. Оның жақсысын жақсы деп айту керек. Қазір мына әлеуметтік желіде қазір біз мына полиция KZ деген біздің неміз бар, каналымыз бар Телеграмда. Білесің бе? Білеміз. Білмесең жазылып қойыңдар. Күніге біз қазір біз сіздің каналыңызға жазылып қойғанбыз. Сол үшін сіз де біздің каналға жазылып қойыңыз. Міндетті түрде. Атқарылып жатқан жұмыс қандай тиімділік
жұмыстың тиімділігі бар, қанша адамның өмірін құтқарып жатыр, барлық ақпарат сол. Бізде бағанағы мына трансформация сервистік модель сол жерде барлығы беріліп жатыр қазір. Көрем деген адам сол жерден көре алады, көрмеймін деген адам ол түйінді көрмейді. естіп сұрап отырады дейсіз. Түйінді көрмейді дейді ғой. Жалпы енді бұл жоба қай кезден басталды енді? Ол процесс енді қазір енді нәтижесі беріп жатыр ма? Енді бұл жалпы сервистік модель алғашқы 2019 жылдан 2019 аяғынан басталған. Сол енді қарқынды жалғасын тауып жатыр. Енді осы 2-3 жылдың, мысалы 1 жылдың ішінде қазір өте қарқынды жұмыс жүріп жатыр, өте қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Енді мен оның нәтижесі ретінде айта кетейін, қазір бізде жыл сайын мынау не бар? Ресми статистика бюросы, біздің бюро бар ғой, статистика бюросы. Ол өздері арнайы әдістемелері бар, әр мемлекеттік органдарға халықтың, азаматтардың сенім деңгейін олар өлшейді. Өзінің арнайы әдістері бар. Оған мысалы статистика бюросына ешкім ықпал ете алмайды, оны ешқандай госорган ықпал ете алмайды. Өздері олар қалай жасайды оны? Тәуелсіз. Қалай жасайды оны? Әлеуметтік желі арқылы ма? Әлеуметтік желі арқылы. Мен қазір нақты олардың қалай істейтінін айтпаймын, бірақтан мен қанша исследование, қанша зерттеулерге қатысқанмын. Бір неге тарапқа ғана сүйеніп жасалмайды ғой, жан-жақты жасалады. Қанша зерттеудің методикасы бар, танымал өзі. Мысалы, оны сауалнама жүргізеді, телефонмен звондап біледі, әлеуметтік желіден анкетирование жүргізеді. Бір бағытпен шектелмейді. Мысалы, полицияның келіп атқан жәбірленушілер, құқық бұзушылар, қызмет алушылардан сұралады. Барлығын жас деңгейі ескеріледі, еркек, әйел болу ескеріледі, барлығы ескеріліп, сондай өзінің методикасы бар. Енді соңғы нәтижеге алатын болсақ, мысалы 23 жылы біздің ішкі істер органдарына халықтың сенім, толықтай сенемін деген деңгей 57-де 5% құрап отыр қазір. Бүкіл құқық қорғау органдарының арасында. Қандай орган екенін айта алмаймыз енді, сізге айтуға болмайды. Дұрыс, бүкіл құқық қорғау ашығына айтып жатыр, бүкіл құқық қорғау органдарының арасында қазір 1-ші орында. Яғни осы жоба енді бір өз нәтижесін беріп жатыр дейсіздер ғой? Иә. Мысалы, былтырға санағанда былтыр 39-да 5% болатын. Қазір 57-де 5%. Біз мына біз 1-ші орындамыз, біз анау деп біз онымен өз-өзімізді жұбатумен айналыспаймыз. Бұл бізге тек мотивация, дұрыс жолда келе жатырмыз. Енді қайда білем, бізде үш өтірік бар дейді ғой, бірінші кәдімгі өтірік, екінші көзіңді бақырайтып қойып айтатын өтірік, үшінші статистика деп енді адамдардың оған сенімі қалай болады екен. Бірақ жалпы енді бір нәтиже бар сияқты, жаңа айтып отырмыз, 10 жыл бұрын қандай болды, қазір қандай, енді оның бәрі көрініп тұр ғой. Білеміз, әлеуметтік желіден енді кейбір кездерде болып жатады. Енді оны бұл да бір провокация, кейбір жерде мысалы бас жағын қиып бастап соңын беру мүмкін. Ол да адам ғой, ол да өзінің бір проблемасы бар, жаңағы әлеуметтік жағдайындағы. Сөзің аузыңда, Қуат, мен дұрыс айтасың, өте дұрыс айтып жатсың. Статистиканы бұрмалау, былай да бұруға болады, былай да бұруға болады. Біздің министріміз айтатын бір жақсы, өмір бақи есіме сақталып қалған бір сөзі бар. Дүниенің кеңдігін қайтам, аяғындағы етігің тар болса дейді да. Сен статистикаң не керек дейді бізге. Егер дейді, сен мына азамат мінердегі күнделікті сұранысы оның қанағаттанбаса дейді да. Мысалы, сен құқығы тергеулер созбалаңға салынып жатса, мына шақырылып жатқан қоңырау полиция дереу бармаса, оның бәрі істелмесе, мына статистика не керек дейді да. Біздің министріміз соны айтады, өмір бақи бізге. Сол көрсеткіштерден арылыңдар. Көрсеткіш деген ол статистиканы былай да сандарды қумаңдар дейді. Иә, сан қумаңдар. Нақты жұмыстарын көрсетіңдер. Жұмыс істеңдер. Халықтың сенімін, міне осы бас көрсеткіш, осыған бар күш жігеріңді салдып өмір бақи айтады бізге. Міне осы сөздің аузында дұрыс айтып жатсың, мына статистиканы былай да болады. Бірақ бастысы, конечно, әрине біздің жақсы. Сұраныс қанағаттандыру халқымыздың. Бір ауыз айтып кетсеңіздер, қазір полиция қандай болу керек? Халыққа жақын болу керек. Жан-жақты болу керек, және де икемді болу керек. Сол халықтың мәселесін шешуге жан-жақты ақпараттандырылған, ыңғайлы болу керек деп ойлаймын. Жанға жағымды полиция қызметкері болу керек. Енді қорытындылай келсек, полиция деген халық үніне құлақ асатын заманауи 21-ші ғасырдың нағыз заманауи полициясы болу керек деп есептеймін. Көп рахмет. Уақыттарыңыз бөліп бергендеріңізге, тұшымды ойларыңызға, сұрақтардың жартысы қойылған жоқ қой, оның барлығына өздеріңіз жауап бердіңіздер. Енді
сол ғой, мен басында айттым ғой. Жақсы біледі екенсіздер. Көгейде толып тұр тақырып, біз тақырыпты толық тарқату үшін бізге әлі де 1-2 сағат сөйлесетіндей бір қорларыңыз бар сияқты. Қымбатты көрермендер, осымен біздің подкастымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.